Мұғалімдер білуі қажет жасанды интеллект. Жасанды интеллект барлық салада тиімді қолданылуда. Осы жасанды интеллектіні сабақта қалай қолданамыз? Бүгінгі видеода сол жайында айтатын боламыз. Видео ұнаса каналға жазылып, лайк баса кетуді ұмытпаңыз. Ол үшін Google'дың жолағына Конкер деп аталатын жасанды интеллект негізіндегі сайттың атауын жазамыз. Жазғаннан кейін біріншіні таңдаймыз. Сайттың іші осылай шығады, одан кейін міндетті түрде сайтқа тіркелеміз. Бұл сайт тегін, ешқандай ақылы емес, Google аккаунтпен тіркелуге болады. Бұл сайтты сіз кез келген пәнге қолдана аласыз. Кез келген пәнге тест құрастыру үшін мына жолаққа өзіңізге қажетті тақырыпты жазсаңыз болды. Мысалға біз қазір Абай Құнанбаев деп жазайық. Генератор дегенді басамыз. Осындай ағылшын тілінде бізге жасап береді, одан кейін оны біз қазақ тіліне аударамыз. Біздің жасанды интеллект жасап берген сұрақтарымыз дайын. Мінекей, Абай Құнанбаев кім? Қазақтың белгілі ақыны. Абай Құнанбаев қашан дүниеге келген? 1845. Абай Құнанбаевтың атақты шығармасы қайсы? Ескендір. Абай Құнанбаевтың ұлты кім? Қазақ. Абай Құнанбаев қай елде белсенділік танытты? Қазақстан деген сынды сұрақтарды осылай жасап береді. Осындай сұрақтарды жасап біткеннен кейін оны бөлісу батырмасы арқылы мінекей сілтемесін көшіріп, QR арқылы немесе басып шығаруға болады. Өстіп сіздер өз оқушыларыңызбен бөлісе аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Видео ұнаса каналға жазылып, лайк баса кетіңіз. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Сұрақтарыңыз болса комментарийға сұрақтар қалдырсаңыздар, міндетті түрде жауап беретін боламыз. Рахмет.